Саламатсыздар ма, құрметті оқырмандар. Біз қазір 2025 жылдың ставкаларын бір айтып шығатын боламыз. Яғни өзгерістер болса, қандай салықтарда, төлемдерде, жарналарда өзгерістер болса, ол туралы айтатын боламыз. Корпоратив табыс салығы, яғни корпоративный подоходный налог 20% болып қалады, өзгермейді. Сол корпоративті табыс салығы ауыл шаруашылығы өндірушілер үшін 10% салық төленеді. Жеке табыс салығы, яғни индивидуальный подоходный налог 10%. Қосылған құн салығы резиденттер үшін, немесе резидент еместер үшін де 12% болып қалады, өзгермейді. Бірыңғай төлем, яғни единый платеж 23,18% болады. Әлеуметтік салық, социальный налог заңды тұлғалар үшін, яғни юридический лицолар үшін 11%, және де одан шыққан сумадан әлеуметтік төлемді азайтылады. Яғни социальный начисление шегеріледі, 11%-тен кейін. Жеке кәсіпкер, яғни индивидуальный предприниматель, ИП өзі үшін за себя 2 айлық есептік көрсеткіштен есептеледі, және де одан әлеуметтік төлем шегеріледі. Яғни айлық есептік көрсеткіштен МРП, месячный расчетный показатель. Және жеке кәсіпкер өзінің жұмысшылары үшін, яғни сотрудниктер үшін 1 айлық есептік көрсеткіш, және одан әлеуметтік төлем, яғни социальный начисление шегеріледі. Патент режим үшін, салық режим үшін жеке табыс салығы 1% болады. Ал жеңілдетілген декларация, яғни упрощенный декларация 3% болып қалады, яғни 1,5% жеке табыс салығы, 1,5% әлеуметтік салық. Ол және де әлеуметтік салықтан әлеуметтік төлем шегеріледі. Бөлшек салық, розычный налог 4%, 8% күйінде қалады, ешқандай өзгеріс жоқ. Міндетті зейнетақы жарнасы, яғни обязательный пенсионный взносы 10%, міндетті профессионалды зейнетақы жарнасы, обязательно профессиональный пенсионный взносы 5% болады. Жұмыс берушінің міндетті зейнетақы жарнасы, яғни ОПВР, обязательно пенсионный взнос работодателя 2,5% болып өзгереді, 1,5%-дан. Әлеуметтік төлем, социальный начисление 5% болып өзгереді, 3,5%-дан. Міндетті медициналық әлеуметтік төлем, яғни ОСМС, обязательно отчисление на обязательно социальное медицинское страхование 3% болып қалады. Міндетті медициналық әлеуметтік жарна, яғни ВОСМС, взносы на обязательно социальное медицинское страхование. Жұмысшылар үшін, яғни сотрудниктер үшін 2%, жеке кәсіпкер өзі үшін, яғни ИП үшін за себя 5%. Айлық есептік көрсеткіш, месячный расчетный показатель, яғни МРП 3932 теңге болып өзгереді. Ең төменгі жалақы, минимальный зарплата 85.000 теңге болып қалады, өзгермейді. Базалық зейнетақы 32.360 теңге, минималды зейнетақы 62.771 теңге, күнкөріс деңгейі 46.228 теңге, негізгі лауазым жалақы, яғни БДО дейді, базовый должностной оклад 17.697 теңге. Ал қосылған құн салығы сол 20.000 айлық есептік көрсеткіші, оның несі порога, яғни 20.000 МРП, 20.000-ды 3.932 көбейтсек 78.640.000 теңге. Және де упрощенный декларацияның порогы өздеріңіз білесіздер 24.038 МРП. Соны көбейтетін болсаңыздар, бір көре салайықшы. Упрощенный декларацияның порогы 24.038 МРП көбейтеміз 3.932 теңге. 94.517.416 теңгеден аспауы керек. Бізбен бірге болыңыздар, алдағы уақытта бұдан да пайдалы көптеген ақпараттар беретін боламыз.